Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ақниет Нұрланұлы. Бүгін бізде қозғалатын тақырып ол протеин дегеніміз не? Протеинді қанша жастан бастап қолданған жөн? Протеин неден жасалады? Протеин зиян деген ұғым неден қалыптасқан? Деген сынды сұрақтарға жауап беретін боламын. Олай болса кеттік. Бірінші бізде протеин дегеніміз не? Протеин дегеніміз ол біздің күнделікті өмірде тұтынып жүрген, күнделікті өзіміз тұтынатын тамақтарда бар. Ол протеин ағылшын сөзінен қазақшаға аударғанда белок, яғни ақуыз деген мағынаны білдіреді. Протеин дегеніміз яғни асқазандағы ауырлықты алып тастайды, және де оның құрамында Б дәрумені және С дәрумені бар. Және ол сіздің денеңіздің өсуіне де жақсы көмектеседі. Протеин сіздің бойыңыздағы ауырлықты алады, яғни мысалға 100 грамм сүтте 5 грамм белок бар болса, мысалға айтып отырмын да, оны сіз ішесіз, және оны ішкеннен кейін асқазан, яғни біздің организміміз оны өңдейді, яғни бойына өзіне керекті сүттің құрамындағы белогын, майын және углеводын бөліп алып, керек емесін сыртқа шығарады. Яғни осылай. Ал протеин дегеніміз осы заводта өңделінген керексіз заттарының барлығы алынған, яғни тек ол жерде белок және жеткілікті мөлшерде майлар және углевод болады. Протеин неден жасалады? Протеин дегеніміз ол еттен, сүттен, жұмыртқадан және шөптерден жасалатын протеиндер бар. Протеинді қалай өндіреді? Яғни протеин көпшілік арасында зиян деген сөздерді естіп жатамыз, бірақтан протеин дегеніміз ол кәдімгі өзіміздің күнделікті қолданып жүрген тамақтардан алынады. Яғни мысалға біз сүтті алып қарайық. Кез келген магазинский сүттің сыртын қарасаңыздар, сыртында углеводы, яғни көмірсу, майлар және ақуызы жазылып тұрады, мынанша пайыздан деп. Яғни заводта ол солай өндіріледі. Мысалға заводта сүтті алып, оның құрамындағы тек белогы мен жирін және қажетті мөлшерде углеводын алады. Протеин дегеніміз ол осылай өндіріледі. Протеин дегеніміз яғни асқазандағы ауырлықты алып тастайды. Протеин дегеніміз осы заводта өңделінген керексіз заттарының барлығы алынған, яғни тек ол жерде белок және жеткілікті мөлшерде майлар және углевод болады. Көбісі спорттық тағамдарды анаболикалық стероидтармен шатастырып жатады. Ең алғаш анаболикалық стероидтарды 1940 жылдары кеңес үкіметі спортшыларына пайдаланды. Олимпиадада жақсы жетістікке жету үшін ауыр атлеттерге берді. 1976 жылы халықаралық олимпиадалық комитетінің шешімімен анаболикалық стероидтарға тыйым салынды. Ал спорттық тағамдарға ешқандай шектеу жоқ. Протеинді қанша жастан бастап қолданған жөн? Протеинді шамамен 10-12 жастан ары қарай қолдана беруге болады. Себебі кез келген протеиннің сыртында 18 жастан ары қарай қолдану керек деп айтылған. Бірақтан уже сіз спортпен айналыссаңыз, жасыңыз 10-12-13 жас аралығында болсаңыз, сізге протеинді қолдана беруге болады. Себебі ол табиғи белок, оны ешқандай да зиян деп есептемеген жөн, себебі ол табиғи белок. Үйдегілер қалауым бар. Короче, достар, осы протеинді 12-13 жастан асқан балдарға қолдана беруге болады, ешқандай қорықпай, себебі ол табиғи белок, тағы да айтамын. Протеинді қайдан алуға болады? Егер де сізде протеинді қайдан алуға болады деген сұрақ туындаса, еш уайымдамаңыз. Бұл әсіресе ауылда тұратын балдарға керемет мүмкіндік. Сіз протеин хоус дүкеніне онлайн түрде тапсырыс бере аласыздар. Ешқандай да үйден шықпай-ақ, ешқандай да қалаға барып, спорттық тағам сататын дүкенді іздеп әуреленбейсіз. Үйде отырып, қазақстандық өнім Beyond компаниясының ең сапалы өнімдерін ала аласыздар. Төменде описаниеда және бірінші комментарийда Instagram парақшасының сілтемесі тұр. Сол жерден өзіңізге керекті спорттық тағамды ала аласыздар. Және сол жерге өзіңіздің
спорттық тағамға деген сұрақтарыңызды қоя аласыздар, және де менің де инстаграм парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Олай болса достар, келесі кездескенше келесі видеода қандай видео шығаруымды комментарийға жаза кетіңіздер. Или келесі видеода креатин туралы шығарамын.